Теперь казахи, по его замыслу, будут поддерживать рублем их СВО через российские инфраструктурные проекты. Мен бір нәрсені түсінбеймін. Біз қандай елміз? Қазақстан ба әлде біреудің қаржы филиалымыз ба? Елмедиа YouTube арнасы дәл осы тақырыпта зерттеу жасапты. Олардың айтуынша қазір біздің ел бір үлкен таңдаудың алдында тұр екен. Дәлірек, параллельді ақша ағындарын сақтаймыз ба, әлде қаржылық тәуелсіздікті кері қайтарып, мемлекеттің өзіне береміз бе? Елмедианың пайымдауынша, единая система учета ставок арқылы 3 триллион теңгеге дейін сыртқа кету мүмкін. 3 триллион. Ал схеманың ортасында кімдер жүр? Санкция астындағы ВТБ-ға байланысы бар компаниялар. Дәлірек, Номапей. Ал Номапей деген не? Бұл оператор роботтың заманауи көшірмесі. Ештеңе істемейді, бірақ миллиардтарды комиссия түрінде сорып алады. Қазақстандағы ойын бизнесінің айналымы 3 триллион теңгеге жуық. Ал ұсынылып отырған модель бойынша соның 80% Ресейге кетеді, тек 20% ғана Қазақстанда қалады екен. 3 триллиона, часть как 20% оставляется у ЕСУ компании, а остальная 80% идут в Россию. Бұл ресми айтылған цифр, менің ойым емес. Енді сұрақ, Номапей компаниясы Қазақстанға қалай кірді, кім итермеледі? Құпия келісім шарттарда не жасалған? Неге депутаттар мен блогерлердің посттары жоғалып жатыр? Бәрінен өткен масқарасы Ресейдің бір пропагандисі ашық айтып отыр. Қазақстан суверенитетіне сенбеңдер, әскермен көмектесе алмасаңдар, ақшаларыңмен соғысты қолдайсыңдар деп доң айтыпты. Ей, тоқтай тұр, сен кімсің? Қазақстанның экономикасына бұйрық беретін сен бе? Біздің ақшаны қайда жұмсайтынымызды сен шешесің бе? Бізге осылай мазақ қылып сөйлейтін жағдайға қалай жеттік? Біз бұған жауап бермесек, ертең біздің орнымызға басқа біреу жауап береді. Мен бұған жол бермеймін. Ал сіздер ше? Төменде пікір жазып кетіңіздер және менің парақшама подписка жасауды ұмытпаңыздар. Әділдік үшін бірге күресейік. Қайырлы қазақ елі, қалдарыңыз қалай? 12 жылы ей Нұрсұлтан, жемқорлықты жайлаттың деп алаңға шығып қазақ үшін қаймықпай тікесінен түк тұрып сөйлеген Оқап Мұқажан ұлы ағамыздың қазіргі таңда шаңырағы отқа оранып, қыс ауасында далада қалған жайы бар. Сондықтан құрметті қазақ елі, Оқап Мұқажан ұлын барлығыңыз танисыздар. Қазақ үшін тікеден түк тұрып сөйлеп, басыны бәйгеге тіккен Жанашыр ағамызға жылу жинап жатқан жайымыз бар. Қазіргі таңда Оқап ағамыздың әйелі бізге хабарласып жатыр. Қыс ауасында далада қалып қойдық, үйімізді қайтадан жасап алу үшін қаржылай көмек қажет болып жатыр деп. Сондықтан құрметті қазақ халқы, сіздердің алдарыңызға шығып отырмын. Әйгерім апаның номерін қалдырып кетем, және Оқапты танымайтын кісілер Оқап аға 12 жылдан бастап қазақ үшін тікесінен түк тұрып сөйлеп келіп жатқан бір қазақтың жанашыры. Жылу жинап, асарлатып, қазақтың жанашырының баспанасын тұрғызып беруге атсалысыңыздар. Қаптаған сосын зам дейді, білмеймін, өзі ештеңе істей алмаймын. Сонда әкім не керек, зам не керек? Қаптаған зам, бірінші зам, екінші зам, тіпті айтуға ұят, бірдеңе ұқсайды аттары. Ана мектепке де завуч керегім зам дейді, қаптаған. Сонда бүкіл адам кімден рұқсат сұрайды? Солардың бәрін алдынан өткесін, ол шашылып қалады ғой, үкіметтің бөлген ақшасы да жететін жерде жете алмай қалады ғой. Ананың бәрін аузын жапқасы не болады ол? Ше керек емес. Сосын мен алдында көрдік қой, елбасына күн туғанда баяғы халық ақша жинады ғой, мысалы. Өйткені жеке болып кеткен, ана тракторыңда жеке, бәрі жеке, үкіметтің қолында дымда да жоқ. Ондай үкімет неге пенсияны и так алады ғой, әр жерде өзінің басшысы отырғызу. Қаптаған әкім кеше шыбырып Тоқаевтың алдына бардым да, бір итше шыбырып. Өзі де шошып, ана әкімнің бәрі қаншама айлық алғанда ол бюджеттен не қалады ол? Өзі кішкентай ақшаны қаланы таржыға салады ол. Ше керек емес, қысқарту керек ана әкімдерді. Ақсақалдар бесплатно жұмыс жасайды олар, ақшаның керегі жоқ. Мэриман Шикеев және оның қолдаушылары, әсіресе ана артына сабын тіскіретін ақын-сымақтар, жақсылап тыңдап алыңдар. Шикеев, сен де жақсылап тыңда. Сотқа бердіңдер мені, әңгіме жоқ. Бір жылда 2 рет қаматтыңдар, 4 сот жеңдіңдер. Қасына ана кімді Алимді алып алып, 2 заңгер болып менімен таласып, әйтеуір жеңдіңдер, әңгіме жоқ, ұтылдым, 4 сот ұтылдым. Өйткені мен қарапайым құрылысшымын,
мазақтайтын едіңдер ғой, құрылысшы, таксист, анау мынау деп менсінбей. Әңгіме жоқ, 4 сот ұттыңдар. Білім жетпейді, адвокатым жоқ, ақшам жоқ, адвокат жалдауға. Соттың толық неше сот болды, бәрін өзім қорғап шықтым өзімді. Енді сендер қайта ондай істей бергеннен кейін мен де бастадым. Сендерді сотқа беріп. Реймованы 2 рет жеңдім сотта. Енді келесі кезек Ахмадиевке келді, Жан Ахмадиевке келді. Сен Шикеев, оның екеуің бір серік боп жүрдіңдер ғой. Анау интернетті көрсең, желдерде көрсең, анау Крыловтың баснясы бар. Кукушка и петух деген, бір-бірін мақтап, нете беретін, хвалит, за что кукушка хвалит петуха дегендей, сол бір-біріңді әйтеуір құрметтеп, мақтап жүрген едіңдер. Ал көшеде ана Тимон мен Пумба сияқты талтаңдап жүрген едіңдер ғой. Соны сен қорғау бастадың, мен оны сотқа бергеннен кейін. Бірақ жарты жолда тастап кеттің. Шикеев, Жан Ахмадиевті жарты жолда тастап қашып кеттің. Мен саған айтатым, Шикеев, еркек болсаң, заңгер болсаң, сен айтқандай бар ғой. Келіп, қайтып, мына клиентіңді тастамай, до конца қорға, менмен до конца соттас. Қорқасың ба? Бүкіл мынау Қазақстан қазір көріп отқан адамдардың бәрі онда бүкіл куә болады. Сен таксисттен, құрылысшыдан қорқып қашып кеткеніңе бәрі куә болады. Егерде сен қайтып келіп, мына сотты до конца апармасаң, мына Жан Ахмадиевтің соты, біз екеуміздің арамыздағы сотты до конца апармасаң, сен заңгер де емессің, еркек те емессің. Просто келмесең, қоя сал, басқа заңгермін деп айтпа, электрикмін деп айтып жүре бер да. Біраз адам байқаған шығар, осы желдерде бір разборка дау болып жатыр. Серікжан Беляш деген бауырымыз Мейриман Шикеев жайлы біраз әңгімелер айтып жатыр. Кім екен, қандай екен, біраз ұрсып, критиковать етіп, біраз жерлерін ашып тастап жатыр. О неден болған білетін адамдар білет, білмейтіндерге кейбіреулер түсінбей де қалды, жайдан жай болып жатыр деп ойлап жатыр. Мен соған өз көзқарасымды, пікірімді айтып, неден болған кішкене қолымнан келгенше түсіндіріп берейін түсінбеген адамдарға. Жақында бір не болды, көрдіңдер ме, көрмедіңдер ме, бір топ адамдар Қытайдың туын және олардың ана лидерлерін, Ципиннің суретін алып өртеді. Олардың өздерінің протесттерін, өздері мынау негіз ол көзқарастарын, өздерін ішкі жан айқайын көрсеткен деп түсіндім мен оларды. Мына Қытайдың экспансиясы болып жатыр, безвизовый режим, солармен күресіп жүрген адамдар олар. Енді соны Беляш айтады, мынау кім қазір удалить етіп тастады ол видеоны, по-моему, бірақ сол кезде Мейірман өзінің парақшасына видео шығарады, сөйтіп сол жерде айтады, осындай оларға 15 тәуліктен берген негізі жазасын беріп қамап тастады оларды үкімет. Сөйтіп мына жерде Мейірман тағы да айтқан, бұларды құры административный емес, 15 сутка емес, оларды 174-ші статьямен, яғни ұлт аралық наразылық жасады деген сондаймен соттау керек деген өзінің пікірін айтты. Соған Серікжан Беляш қатты ашуланып оталып кетті да, содан мына кімге Шикеевке атака бастады. Оны былай қарасаң, мен 100% қолдаймын Серікжанды. Ол адамдар, ол топ адамдар, осы Қытайдың экспансиясымен күресіп жүргендер, бұларды жолатпайық, кіргізбейік, бұл жерге ертең құтыламаймыз деп жүрген адам, олар даже осы туды өртеп, даже қателік істеген болса, олар жазаларын алды. 15 тәулік ол аз емес, ол қамауды, түрменің аты түрме. Бұл мынау Шикеев айтып атқан 174-ші статья, ол уже қылмыстық бап, ол жерде уже ол қылмыспен 3, 4, 5-7 жылға шейін бас бостандықтан айырылуы мүмкін ол адамдар. Өздерің ойлаңдар, какой-то бір Қытайдың туын өртеген үшін қазақ жігіттер, әйелдер, үлкен кісілер 3-4 жыл арқалап кететін, ол дұрыс па, дұрыс емес па. Мен де кімде Серікжан Беляш айтқанда, мен бұны сатқындық еткен. Ұлт аралық, сонда
ұлт аралық, қай ұлттың арасында қазақ пен қытайдың, сонда мына Шекеев сол қытайдың сөзін сөйлеп тұрғанын біләш, оны таза сатқындық деп қатты ашуланып осы кісіге жесткий бір атака жасау бастады. Сол негізі содан болса басқа ешқандай там бір себептер нелер жоқ. Мен ол кісі жайлы, анау заңгер жайлы айтып жүрген не, ол өзіміздің есептеріміз бар, ол кішкене басқаша. Беляш, Серикжан Беляш именно осы мәселемен көтерді. Содан кейін қазбалау бастады. Ол кім екенін ол Мейірман жақсылап танымайды да, бірақ жақсылап ақпарат жинап уже айтып тастады. Ол алдағаны халықты, мен адвокатпын деп алдаған ба, там Кореядан біреулерді шығардым, өзінше бір хайп жинап, соны етіп жүрген біреу екенін барып түсіндіріп айтты. Оның уже қазір әсер беріп жатыр, әжептәуір әсер беріп жатыр. Бөлек мен Шекеевке өзімнің атынан қосайын тағы да. Шекеев что там, ана Арманның тірлігі не болып жатыр, марқұм Арманның? Мен түсінгенім, клиенттерін қашу бастады ма? Әрине халықтың көзі ашылып жатыр, сен кім екені адам түсініп жатыр. Сен бізде несің ғой, халық заңгері, хзсың ғой сен, по идее, да? Сөйтіп халықтың көзі саған ашылып, уже біраз адам клиенттерің де саған жоламай кетеді, адамдар да жоламай кетеді. Сен негізі бекер лично со мной бекер связаться еттің да, бекер секірдің, қайдағы бір дүкенде тығылып отыратын біреулерді, болмаса Алтын Ордада 1000 теңгеге вертолет болып жүр, гостиницаларда 1000 теңгеге вертолет болып жүрген біреулерді қорғап, әңгіме жоқ, 2 рет қаматтың мені да. Маған ол проблема емес. Мен жігітпін, өзім әр қадамыма, әр тірлігіме мен любойға пояснение бере аламын. Мен түрмеге қорқып кірмеймін. Күліп ойнап кірем, талай жігіттермен ол жерде общение ұстап, танысып, күліп ойнап шығам. Маған ол проблема емес. Бірақ мен ата-анам бар, жастар 70-тен асқан. Солардың нервісі, солардың уайымы переживать еткенін мен саған ешқашан кешірмеймін. Үстіңнен түспеймін мен. Бұл қазіргі болып жатқан проблемаларың, бұл әлі бастама. Сен мына адамдарға там 174-пен деп оп-оңай айтып жатсың, 3-4 жыл срокты, мысалы үшін да оп-оңай айтып жатсың. Олар патриоттар, ол жерімізді, тәуелсіздігімізді ойлап жүрген адамдар. Со Қытайдың экспансия, Қытайлар кірмесін, жоламасын бұл жерге, ертең құтыламаймыз деп айқайлап шырылдап жүрген адамдар. Сен оп-оңай оларды соттау керек, қамау керек деп отырсың. Сондай нәрселер сен өзің бір күн Құдай қаласа, мынау қанша адамдардың үстеріне заявлениялар жаздың, қанша адамдарды қаматтың кезінде өміріңде де, қанша арызданып нет жүрсің, жұмысың болса да бәрі бірақ көз жасы жібермейді. Қанша ол может лақтырғанда шығарсың, ол әлі дәлелденсе әлі көреміз оны. Солардың бәрі қарғысы, көз жастары жібермейді. Бір күн сен де қамалған кезде көресің 3-4 жыл түрме деген не екен. Даже бір айға қамалсаң да көресің түрме екен не екен. Сол кезде содан кейін может түсінесің, өйтіп оп-оңай айтпайсың кейін. Мыналарды қамата салу керек, бұларды соттай салу керек деген әңгімелер де бар ғой. Сен ол патриоттардың бір тырнағында тұрмайсың. Олар тірлік істеп жүр. Сен сияқты бір хайп жинап жүрген жоқ олар. Так что сол әлі бастама, проблемаң әлі таусылмайды. Құдай қаласа есептесеміз за все. Мен тағы да айтам, ата-анамның нервісін тоздырған үшін, именно сен тоздырған үшін мен саған ешқашан кешірмеймін. Әлі Құдай қаласа есептесеміз.